Бүгінгі сабаққа дайынсыз ба? Иә. Бүгін бойынша. Бүгін сабақта бәріміз түгелміз ба? Сабақта бәрі тұрды спасибо. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабақты бастамас бұрын барлығымыз өзімізді еркін сезінеміз, еркін отырамыз. Бүгінгі сабақтарымызды жақсы деңгейде алып шығайық. Келістік пе? Сіздер бойынша мен қазір сіздерге барабан айналдыру арқылы сұрақтар қоямыз. Сол сұрақтарға барлығымыз бірге атсалысып жауап берейік. Келістік пе? Бізде бірінші сұрақ, қауіпті жүктер неше классқа бөлінеді? Кім жауап бере алады? Қауіпті жүктер 9 классқа бөлінеді. Біріншісі ол газдар, екіншісі бізде Жүк қабылдаушы дегеніміз кім? Жүк қабылдаушы. жүк қабылдаушы дегеніміз бірінші станциядан екінші станцияға жүрген жүкті қабылдайтын тұлға. Жақсы. Жүк вагондарын атаңыз және олардың нөмірі. Бізде грузовой вагондар бар, арнайы жүктерді тасымалдауға арналған. Сол вагондардың түрлерін және әрбір вагонның нөмірін атап шығуымыз керек. Кім жауап береді? Даяна. Көлік вагоны, оның нөмірі 2 және платформа, оның нөмірі 4, пол вагоны бізде 6, цистерна бізде 7, рефрижераторная 8 и платформа бізде қалған толығымен 3 бізде другие вагоны молодец. Магата мүшесі кімдер? Магата мүшесі дегеніміз Біріккен Ұлттар ұйымының ішіндегі мемлекеттер. Бүгінгі біздің өтетін тақырып жүктерді маркировкалау, яғни таңбалау. Бүгінгі тақырыпта әсемізді ашып жазып аламыз. Таңбалау деп отырғанымыз не? Таңбалау дегеннің өзі біз күнделікті өмірден дүкенге барсақ та, басқа жерлерге барсақ та, бос кез келген коробканың сыртында немесе дүкеннен бір зат алатын болсақ, кез келген өнімнің сыртында белгілі бір суреттерді байқаймыз. Яғни ол суреттер деп отырғанымыз не біздің, яғни таңбалау деген сөзімізде. Яғни таңбалау деп отырғанымыз енді. Арнайы қорапта көрсетілген нәрселерден белгілердің барлығы бізде таңбалау деп аталады. Таңбалау деп отырғанымыз ол белгілі бір көліктік маркировкада әртүрлі жүк орындары бізде стандартқа сәйкес және анық болып белгіленуі керек. Яғни себілмелі жүктерді тасымалдау кезінде бізде маркировка түрлері, яғни таңбалар ол жерде қойылмайды. Маркировка бізде қағаз түрінде болуы мүмкін, картон түрінде де болуы мүмкін, немесе темір парақтарға жазылу түрлері де болуы мүмкін. Маркировкалар түрлері бізде төрт түрге бөлінеді, яғни тауарлық таңбалау, жүк таңбалау, көліктік таңбалау және арнайы таңбалау.
қораптың сыртындағы суреттерді. Яғни біз қораптың сыртындағы суреттерді қараймыз да, қандай өнім ішінде тиелгенін сол суреттер арқылы білеміз. Яғни осындай сурет көрсеңіздер сіздер, яғни байқау мұрт сынғыштықтыр. Яғни сол тиелген жүктің ішіндегі өнім тез сынады деген сөз. Осы белгіні байқасақ. Түсіндік па? Екінші, ылғалдықтан қорқады. Зонтик сияқты суреттер, яғни бұның ішіндегі өнім суға, су түспек бермейді, и болмаса ылғалды жерлерде тұрмау керек деген сөз. Бізде генетикалық ораушы, ауырлық центрі, қыспау керек, тез болатын жүктер. Яғни кез келген өнімнің сыртында осы белгілер арқылы біз оқи аламыз. Ауырлық центрі болатын болса, сол жүк ауыр жүк деген сөз. Қыспау керек деген жаңа сіздер түсіндірді, жүкті тиелген кезде бұл бізде стандартқа сәйкес болады. Сол қысып ұстау арқылы өнімге зиян келтіресіз деген сөз. Тез бұзылатын жүктер, яғни оны сіздер білесіздер. Тез бұзылатын жүктер бізде қандай бағытпен тасымалданады? Рефрижератор. Яғни бұл тез тәулік немесе бір тәулік ішінде, екі тәулік ішінде біз белгілі бір межелі станцияға тасымалдап үлгеруіміз. Қараңыздар, біз жаңағы жүк бойынша несерлеріне белгілі бір сурет арқылы қараймыз. Енді сол суреттер қандай мағына береді, соны айтып өтейік. Мысалы қараңыздар, мына жерде бірінші бізде суреттер, яғни амал, тәсіл белгілері. Яғни сол суреттер арқылы біз қандай жүк екенін байқаймыз. Екінші, бізде жөнелтілетін орындар саны. Мына жерде қораптың сыртында жаңағы жөнелтілетін жүк сандары көрсетіледі. Енді қараңыздар, үшінші бізде жүк алушының атауы мен бару орны. Жаңағы тиелген жүкті жіберу мекенжайы, сонымен қатар жаңағы жүк атау алушының аты жөні жазылады. Төртінші бізде қайта тиеу станциясының атауы. Яғни бұл белгілі бір станцияға жетті, сол станцияны, ол станция келесі бір станцияға сол жүкті жіберетін болса, сол станцияның атауы көрсетіледі. Былай жасаймыз. Сіздер осы бүгінгі өткен тақырып бойынша мен қазір сіздерге осындай қораптар таратамын. Сол қораптарда сіздер қазір карточкалар беремін. Сол карточкалар арқылы сіздер осы жүктің сыртына таңбалау жүргізесіздер, яғни маркировка жүргізесіздер.
талаптары берілген. Бұл жерде осы жікке біз маркировка салуымыз керек. Яғни үсті, шыны, абайлаңыз, төгілмесін, суыққа төзімсіз деген белгілерді қоюымыз керек. Сізде 5 белгі үсті, шыны, абайлаңыз, төгілмесін, суыққа салып көрсеттіңіз. Үсті, шыны, абайлаңыз, төгілмесін, суыққа төзімсіз. Жақсы. Мына балалар 5 белгіні де дұрыс жасап қорапшаға көрсеткен. Жақсы, Мәди, тұра ойыңыз. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сіздерге Жонтека программасы арқылы тест сұрақтарын беремін. Ссылкасы сіздерге чатқа жіберілді. Ол жерде 12 сұрақ берілген. Сол 12 сұраққа бүгінгі өткен сабақты қамту мақсатында тест сұрақтарына жауап береміз. Жауап бере кетсеңіздер болады. Студенттер, сабақты қорытындылай келе, мен сіздерді бағалап өтемін. Студенттер, бүгінгі сабаққа сіздер қойған тақырыпты түсінгеніңіз жайлылығында байланысты берілгенде, байланысты берсе, яғни светофор арқылы тәлімгерлерге келетін адам сол кездегі сұрақтарға жауап береміз. Яғни бүгінгі сабақ сізге толыққанды түсінікті болды ма? Және бүгінгі алған біліміңіз сізге болашақта керекпе, сізге бүгінгі сабақ қаншалықты жақсы деп бағалайсыз, мұғалімнің жұмысын қаншаға бағалайсыз, және сіздің бүгінгі өзіңіздің еңбегіңізді 5 санның ішінде қанша санға бағалайсыз. Осы сұрақтарға тікелей жауабыңызды өшіргенде берсеңіздер болады. Содан кейін кері байланысты светофор, яғни бұл жерде бүгінгі сабақ маған түсініксіз болды, оқытушының көмегі керек. Сағынсыз сізге барлығы маған түсінікті болды, оқытушының. Студенттерге мен сіздердің кері байланыстарыңызды оқып шығайын. Кері байланыс светофорда не маған сабақ түсінікті болды. Қызықты, пайдалы. Еңбегімді жақсы деп бағалаймын. Телефон автордың жүк және коммерциялық жұмысты ұйымдастыру пәнінің 118-ші бетінде жаңағы жүктерді таңбалау лекцияны жазып, қосымша материал жинақтап келеміз. Түсінікті ме? Сау болыңыздар.